Ва асқойнакум маан фурота дейді. Біз сендерді фурота деген тап-таза, тұнық. Тұщы дейміз ғой, ішуге жарамды су. Тап-таза, тұнық, дәмді, тәтті деген мағыналарды қамтиды да. Сондай-ақ біз сендерді тәтті сумен, тұнық, таза сумен суарамыз ғой дейді. Суардық дейді сендерді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сахабалар айтады, Аллах елшісі дейді, салқын суды жақсы көретін дейді. Салқын су ішу сүннет екен. Әрине оны жаңағы барып ішемін деп біреудің қыланды болса, ішіп жүрмеңіздер бірден. Жалпы тамағыңызды ем деп алып бір дайындап алған кезде болмаса, салқын су деген, жаңағыдай тап-таза тұнық су. Бұл судың өзінде құрметті жамағат, су деген мықты нәрсе да негізі. Алла Тағала өз Құранда айтады: "Ва жағална минал маи кулла шайин хай". Қараңыздаршы. Күллі тірі нәрсені дейді, тірі нәрсені. Күллі тірі нәрсені, тірі организмді судан жасадық қой дейді. Қараңыздар. Күллі тірі нәрсені судан жасадық дейді да. Афала юминун. Иман келтірмейсіңдер ме осыған дейді. Біздікте жаңа су ғой, бөлініп шығатын су ол да. Күллі нәрсені судан жараттық дейді. Осы ішетін осы салқын су, құрметті жамағат. Су қазір өзіміз өмірде қарасақ, әркім өзіне қараса қазір, судан көрі дүкендегі бір сары, қызыл, әртүрлі бір сусындар бар ғой, соны ішеміз біз. Біз судың қадірін білмейміз, біз ауытқып кеттік. Мода болып кетті өйткені андай ішу деген нәрсе. Бірақ сол не нәрсе ол шындап келген кезінде? Ол да бір езілген бір нәрселер ғой. Қазір бүгінгі күні көп нәрседе бір сізге келемейді, бір пайдалы нәрсе шықпайды ғой. Бүгінгі бизнес заманы. Өткізу керек. Бір нәрсе жасап, сату керек. Түсіндіңіз бе? Ал сол жаңағы картошканы қуырып сатады мысалы анау. Одан қаншама үй жоғы, неше түрлі ауырып, мысалы адам нетіп отыр. Үйде қуыра салсаң болады картошканы. Жоқ, сен анау мода. Халықтан қалып қойма. Сол сияқты жаңа сусындар неше түрлі мысалы айтайық. Әрине, ана таза шырын болады. Мысалы жемістен сығылған таза шырындар. Ол Алланың таза жаратқан нәрсесінде мысалы. Ал енді қазір көп нәрсе, ана су, өзіңіз кәдімгі су. Бұған жететін нәрсе жоқ, құрметті жамағат. Бұның қадірін көтеру керек та. Үйіңде, өміріңде шөлдедің ба, су іш. Ай Раббым, қандай су мынау деп та. Ана судың ішінде жетеді сізге шипа болатын нәрселер. Көрдіңіз бе? Ол сол судың қадірін біліңіз да. Нәже Алла Тағала қадірін көрсетіп отыр ғой. Арайту мин асбаха маукум ғауран, фама яатикум бимаин мағин. Мысалы, Мүлк сүресінің соңғы аятында айтады. Өздерің ойланып қараңдаршы дейді, адамдар. Шүкір етіп отқан жоқсыңдар. Адамдарға айтып отыр ғой. Шүкір етіп отқан жоқсыңдар. Алланы еске алмайсыңдар. Өздерің өмір сүріп жүрсіңдер. Енді анау ішіп жүрген суларыңда жердің астына жұтқыза салсам дейді. Тереңге жұтқызып әкетсем дейді, бұлақ қып шығармаймын енді ешқашан. Кім әкеп береді суды сендерге дейді. Қараңыз. Бірақ соны да соны істемей тұр ғой, Алла Тағала алып кетпей тұр ғой. Қарашы. Көрдіңіз бе? Өйткені жердің бетінде жаңа Алла Тағалаға шүкір ететін адамдар да бар да. Міне. Афаман кана муъминан каман кана фасиқа ла ястауун. Муъмин болған біреу пасық болған біреуге ұқсай ма дейді Алла Тағала. Екеуі тең емес қой дейді менің алдымда дейді. Сондықтан біз де өзіміздің жаңағына су болсын, суды қадірлеп. Ана тауға қараған кезде тауға да бүйтіп өтіп кетпей, тауға демалуға барғанның өзінде де қарап, я Раббым, мынау не деген керемет нәрселер, мынау не деген жаратылыстар деген зікірлеріңізді тастап кетіңіз. Не деген мынау Раббым, субханалла деген сөздеріңді, альхамдулилля, мынау керемет қой Раббым, кешірші мені, мен бәрін мойындаймын деген сондай күйлеріңізді тастап кетіңіз сол жерге. Ол сол үшін жаратып қойған ғой оны. Сонда сіздің таудың қасына барып демалғаныңызбен Алланы еске алмайтын біреудің барып демалғаны екеуіне де Алла Тағала мүмкіндік береді демалуға. Бірақ анада ешқандай пайда жоқ болады да. Ол жаңағы Алла Тағала айтып тәмәттағу, пайдаланыңдар, жеңдер, ішіңдер болды. Ал бұл жақта мұсылмандардың демалғаны. Сіз әрбір нәрсені Раббыңызбен байланыстырып отырасыз. Суын алсаң, мына суға дәрет алып, ана жерде таудың басынан ағып жатқан суды көрдіңіз ғой. Міне сол суды нәжде Алла Тағала байланыстырып жатыр. Қараңыздар, өйткені таудан кейін суды айтып жатыр да.
таудан кейін суды айтып жатыр Алла Тағала. Ол сендерге жердің бетінде зәулім тауларды орналастырып берген. Және сендерді таптаза тұнық сумен суарған дейді. Мына су ағып жатыр ғой таудың басынан. Соған қашан бір қарап тұрып бір ойландың. Мынау қайдан келіп жатыр? Бітпейтін деген нәрсе. Оны ойланбасаң да бере береді Алла Тағала. Көрдіңіз ба? Бірақ соған ойланатын сәт келсе, сол су соны сағынып тұр ғой сіздің даусыңызды сол жерде. Көрдіңіз ба? Бір құл айтты ғой деп та. Ана судың өзін қараңыз, таудан кеп жатыр да мысалы. Тоқтамайды, кеп жатыр салқын су. Тап-таза тұнық су кеп жатыр. Адамдарды Алла Тағала айтады. Ямуруна алейха. Адамдар қасынан өте салады дейді. Ва хум анха муғридун. Теріс айналады дейді. Көрмейді, мән бермейді ғой дейді. Тіпті бір жалқау болса, еріншек болса дейді Алла Тағала. Анау айдаладағы белгілерді емес. Фалянзурил инсану мимма хулиқа. Қараңыздар. Адам қарасыншы неден жаралғанына дейді. Тіпті алыстарға бармай-ақ қой дейді. Соқтан қарау көзді Алла Тағала берді, құлақты берді да. Алла Тағаланың жаратқан нәрселеріне мән беру үшін да.